Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар мен студенттер. Бүгінгі кітап және ғаламтор атты сайысымызға қош келдіңіздер. Сайысымыздың мақсаты кітап және ғаламтордың адам өміріндегі маңызы туралы ой толғау болмақ. Бірақ ғаламтордың пайдасымен бірге зияны да қатар жүреді. Алайда оны ғаламтордың жақсы және жаман болуы оны өзіміздің қалай пайдаланатынымызға да байланысты екенін ұмытпайық. Міне бүгінгі сайысымыз кітаптың және ғаламтордың адам өміріндегі пайдасы мен маңызы туралы болмақ. Сондықтан бірінші топ басшылары кітаптың шығу тарихы және ғаламтордың шығу тарихы жайлы сөз қозғап кетсе. Бірінші кітап тобына сөз береміз. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен. Мен кітап фракциясының лидері Нұрбек Мырзаның ұстанып отырған позициямыз кітап білім бұлағы. Кітап ақылына ақыл сұрамайтын құнды қазына. Расында да қай ғасырда болмасын кітаптың орны бөлек. Қаншама технологиялар шығып жатыр. Бірақ кітаппен орын алмайтыны анық. Оқыған адамның күні қашанда жарық. Бүгін біз сіздерге кітаптың пайдасы жайлы айтып көрейік. Мен кітап тобының спикерімін. Үйінде кітап жоқ деген, денеде жан жоқ дегенмен бірдей сияқты. Өйткені кітап дегеніміз адамның бойындағы ашылмай жатқан түрлі қырлардың ашу сезіне себепкер болатын бір құралдың түрі де. Адамдар қазір, мен айта алмаймын, ғаламтор зиян, қажет емес деп. Кітап ғаламтордан да асқан тілсіз, жан жоқ мұғалім да. Кітап тілсіз мұғалім дейді. Кітап бұл адам өмірінде ең маңызды, біз өзіміз кітаптан бастап алғанбыз. Ең бастап алған білім алып, әріп танығанымыз бұл кітаптан. Енді біз кітапты оқымаймын, кітапты білмеймін деген адам бұл, енді қалай десем болады екен, бір оқып көрмеген бір жоқ адам сияқты да өмірде. Армысыздар, құрметті көрермен, мен ғаламтор тобының лидері орынбасары боламын. Біз бүгінгі дебатта сіздердің барлық сұрақтарыңызға жауап береміз деп ойлаймыз. Біздің ұстанып отырған позициямыз ғаламтор керек, ол біздің өмірімізге қажет. Ғаламтордың пайдасы өте зор. Айта кетсек, алдымен ғаламторға анықтама берейік. Ол бүкіл ғаламдық тор, бүкіл әлемдегі миллиондаған компьютерлік желілердің бірі. Бір-бірімен байланыстыратын орасан зор компьютерлік желі. Мысалға қарап отырсақ, қазіргі заманда ғаламтордың 20 ғасырда шықса да, пойыз жылдамдығымен еске салатындай жедел қарқынмен кең қанат жайып келеді. Мысалға ала кетсек, әйгілі ел төстік, ертегісінде төстік жыл санап емес, ай санап, күн санап өсіпті дейді. Сол ел төстіктің ел жетуі сияқты дамып отырған бір сала болса, ол бүкіл ғаламдық желі ғаламтор деп санаймын. Біз қорғап отқан ол ғаламтор. Яғни ғаламтор бүкіл ғаламда біріктіріп отқан тор. Яғни бұл да интернет, ғаламтор арқылы біз туыстармен алыстағы. Ғаламтордың көп пайдасы бар, және зияны да burada қатар қосылуда. Оның бір пайдасы бізге керек жағдайда ғаламтордан іздеу. Мысалы қазіргі сіздер айтылған мәліметтің бәрі ғаламтордан іздеп алдық десек те өтірік емес. Ғаламторсыз өмір сүру мүмкін емес деп айтсақ та болады. Қазір 21 ғасыр бүкіл адам ғаламторға кіріп, ғаламторда шұғылданып жатқан заман. Ал енді бүгінгі сайысымызды қорытындыласақ, екі жақтың да сөзімен қосыламын. Кітап ол адамның ақыл санасын байытуға, кітап оқу арқылы адамның сөз қоры көбейіп, ойымызды еркін жеткізуге көмектеседі. Және де ғаламторды алатын болса, ғаламтор кез келген ақпаратты жылдам табуымызға, кез келген кітапты да ғаламтордан оқуымызға болады. Қазіргі 21 ғасырда әрине ғаламторды да меңгергеніміз жақсы, әрдайым өзімізге керек, және кітапты да қосымша алып жүрсек, тіптен де жақсы. Себебі кітап та ол біздің ары қарай дамуымызға көмектесетін құралдардың бірі. Енді бүгінгі ойлаймын, екі команда да жақсы қатысты деп, екі жақтың да көрермендерге де барлығы ғаламтордың да, кітаптың да шығу тарихы, пайдасы мен зияны барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Сондықтан екі командаға да көп рахмет. Өз ойларымен жақсы бөлісті, екі команда жақсы атсалысты, екі команданы да жеңімпаз деп санаймыз.